молшылық үлкен мүмкіндіктерге жол ашады. Адал адамдар үшін Америкада баюдың мүмкіндіктері жетерлік. Біреуі аң аулауға кетсе, келесі бірі аңшыларға қажет орынды таңдап береді. Байлықтың бар күшін өз бойына сіңіргісі келетін адам да осы ойынның бірнеше ережелерін ұсынуы қажет. Сіздің көздегеніңіз байлық болса, тек әйел затының өзіне опа-далапқа жылына миллиондаған доллар қаржы жұмсауға мүмкіндік беретін осынау байлыққа кенелген жандардың отаны атанған елде өмір сүре тұрып, мүмкіндіктерді жіберіп алмауға міндеттісіз. Егер іздегеніңіз ақша болса, жылына жүздеген миллион долларды тек темекіге ғана жұмсайтын елді ой елегінен өткізіп көріңізші. Жұрт өз еркімен, тіпті аса құмарлықпен миллиондаған доллар қаржыны футбол және өзге де спорттық ойындарға жұмсайтын елден басыңызды ала қашуға асықпаңыз. Бұл байлықты өз қолыңызға шоғырландырудың негізгі әдісі екенін естен шығармағаныңыз абзал. Осы жолдар арқылы қисапсыз қаржыны қамтитын байлықтың тек бірнеше түрі жайында ғана сөз қылып отырғанымызды да ұмытпағайсыз. Алайда бұл заттардың өндірісі, тасымалдануы және сатылуы өз қызметтері үшін ай сайын миллиондаған доллар ақы алып, оны қажеттіліктері мен сән-салтанатына жұмсайтын миллиондаған адам үшін таптырмас жұмыс көзіне айналуда. Өндіріс пен жеке қызметті алмастырудың түп төркіні жылдам баюдың шексіз мүмкіндіктеріне қол жеткізуде екенін де естен шығармаңыз. Америка байлыққа қол жеткізуді армандайтын адамдардың қиялына қанат бітіріп, оларға көмек қолын созады. Жаңа іс бастауды қаласаңыз, не қолдағы бар бизнесті дамытпақ болсаңыз, сізді ешбір жан, ешқандай кедергі тоқтатып, бөгет бола алмайды. Өзгелерге қарағанда дарынды, тәжірибесі мол жандар адам сенгісіз жылдамдықпен баю мүмкіндігіне ие болмақ. Ал сәттілік пен бақыт дәрежесі оларға қарағанда сәл төменіректері деп байлықты қолына түсіреді. Алайда ол байлықтың мөлшері әлде қайда төмен болмақ. Аса қиын жұмысты атқармай-ақ тұрмысқа қажетті қаржы табуға әркімнің де шамасы жетеді. Тоқетерін айтсақ, барлығы өз қолыңызда. Мүмкіндік сізге қажеттінің барлығын алдыңызға тосады. Бір адым алға жылжып, ұсынылған кеңестердің ішінен өзіңізге қажеттісін таңдап, жоспар құрыңыз. Оны жүзеге асырып, әрі қарай жылжу үшін бар қаржы қайратыңыз бен табандылығыңызды арнаңыз. Ал капиталистік Америка қалғанының бәрін сіз үшін өзі жасап береді. Сіз көп жағдайда соған тәуелдісіз. Капиталистік Америка әркімнің қажетті қызметті ұсынуына мүмкіндік беріп, оның қызметі қанша тұрса сонша қаржы жинауына көмектесетіндігіне күмәніңіз болмасын. Біздің жүйеміз бұл мүмкіндікті барлығына теңдей ұсына бермек. Алайда ол жоқтан бар жасауды да мақсат тұтпайды. Себебі бұл жүйе береген қолым алаған деген қатаң ережені ұсынатынын экономикалық заңдардың негізінде өмір сүреді.